Менің ұлтым шешен болса да, қазақтардың арасында сынып кеткендеймін. Мен қазір, мысалы, басқа елге көшсем, елестете де алмаймын, қалай мен ол жақта қазақ тілісіз өмір сүретінін. Мысалы, бізде бір мерекелер болып жатқанда, біз достармен бірігіп, бір-бірімізді құттықтап, бір-біріміздің ұлттық тағамдарымызбен таныстырып тойлаймыз. Құрбан айт болсын, наурыз болсын, бірге тойлап, бір-бірімізге айтшылап, наурызды құттықтап. Бұл қазақ ауылы болғандықтан біз қазақтың ұлттық тағамдарын пісіреміз, жейміз. Қазақтарға біздің галушкиіміз ұнайды, бізге олардың бешбармағы ұнайды. Сондықтан да біз бір үлкен отбасы шаңырақ сияқтымыз. Мысалы, біздің ұлттық киім кигенде үлкен қызығушылық танытады. Барлығына қызық болады мен өзімнің ұлттық киімімді кигенде. Сол ұлттық киімге, мысалы, бізде тізеден киім төмен болады, көйлек. Шашымызды көрсетпей басымызға орамал тағамыз. Маған анам өте үлкен қолдау көрсетеді, әрдайым мотивация беріп жүреді. Маған ұлттық киімді тігу керек болса, тігіп көмектеседі. Атам барлығын алып келіп береді. Сондықтан да бұл маған өте ыңғайлы, жеңіл және де өте маңызды. Қазақта Мінара деген есім бар екен, және менің ойымша Минара және Мінара деген екі есім өте ұқсас сияқты. Барлығы сұрап жатады, сен есімін қандай мағына береді, оны кім қойған деп. Сондықтан да мен, мысалы, осындай сұрақ қойғанда мен айтамын, менің есімім ол Нұртөгетін жарық деп білдіреді деп айтып жүремін. Мен болашақта өмірімді шығармашылықпен байланыстырғым келеді. Маған ән айтқан ұнайды, өлең оқыған ұнайды. Мысалға, мен Бұқар-Жырау Қалқаманұлының өлеңдерінен сайыс болғанда бас жүлде жеңіп алған есімде. Сол кезде барлығының аты жөнін айтқанда, менікін айтпай қойғанда, атам Минараға ештеңе бермеген шығар, ештеңе ұтпаған шығар деп ойлаған болатын. Сосын бас жүлде бергенде мен орнымнан ұшып тұрыппын. Сол кезде бас жүлде жеңген екен деп мен ат тұрғаннан, таңғалғанымнан біліп қойды. Сол кездегі біздің отбасымыздың қуанышы менің әлі есімде. Бұйырса, болашақта менің осындай жеңістерім көп болсын деп тілеймін. Жалпы мен ойлаймын, адам баласына бақыт үшін ата-анасының саулығы ауырмай жүрсе, менің ойымша, ол да өте жақсы деп ойлаймын, себебі ашаршылық болып атқан жоқ, үйіміз бар, киетін киіміміз бар, ішетін суымыз бар. Менің ойымша, адам баласы оны қадірлеу керек деп ойлаймын. Себебі біз, мысалы, басқа елдерді қарасақ, балалар шалшықтардан су ішіп жатады, киетін киімдері жоқ, оқи да алмайды. Ал мысалы бізде тегін оқи аламыз. Барлығы жақсы, Құдайға шүкір. Менің ойымша, шүкіршілік ету керек деп ойлаймын. Мен үшін ең бастысы бейбіт өмір және де ашық аспан.